Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын асқабақты болкелердің рецептісін ұсынамын. Сол үшін ең алдымен 300 грамм асқабақ және де үстіне шым тұз сеуіп 30-35 минут қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Асқабағымыз пеште пісіп жатырған кезде біз қамырымызға қажетті ингредиенттерді дайындап аламыз. Бізге қажетті ингредиенттер 600 грамм ұн, 40 грамм секер, 50 грамм ертілген сары май, 10 грамм ашытқы және де 300 грамм жылы сүт. Сонымен қатар бір қасық тұз. Асқабағымыз дайын болған соң шанышқының көмегімен үгітіп алатын боламыз. Ары қарай қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін жаңа айтылғандай 300 грамм сүтімізге жылы сүт болу керек міндетті түрде. 10 грамм ашытқымызды салып бақылауға және де секерді бір шай қасық тұзды саламыз. Барлығын жасап араластырамыз. Ары қарай 600 грамм ұнның жарты бөлігін саламыз. Ұнтақталған асқабағымызды осы дайындап жатқан қамырымызға салып ертілген сары майымызды құямыз. Барлығын жасап араластырып аламыз. Ары қарай қалған ұнымызды салып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып кетпеуі керек, міндетті түрде жұмсақ әрі балғын болып шығуы тиіс. Дайын болған қамырымызды көтерілгенше жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз осылай жұмсақ болып көтерілді. Енді противенге пергамент қағазымызды төсеп алып, қамырымыздан дөңгелек формада бөлкелер дайындап аламыз. Қамырымыздың барлығының формасын келтіріп алған соң, тағы 15 минутқа көтерілуге бетін жауып қойып қоямыз. Бөлкелеріміз көтерілді. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Бөлкелеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі жақсы көтерілді. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де рецептім ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.